Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Салафизмнің отаны Сауд Арабиясында не болмай жатыр дейсіздер. Олар тағы да бір удар алды, кіндігінен төмен. Олар казино ашты, әйелдерге көлік жүргізуге рұқсат берді, түнгі клубтар ашты, жартылай жалаңаш әншілер мен концерттер ұйымдастырды. Теледидарда жартылай жалаңаш әйелдер мен сериалдар көрсетеді, және тағы басқа көптеген шариғатқа қарсы нәрселер істелуде. Мен бәрінен бұрын салафизмнің ұлы ғалымдарының үнсіздігін атап өткім келеді. Олар әдетте кез келген мәселе бойынша пәтуаларын оңды солды беруді ұнатады. Олар мұның бәрін көреді және біледі, бірақ үнсіз отыр. Өйткені шындықты көзге айтудан қорқады. Олар үшін өздерінің амандығын сақтау үшін үндемей отыра беру Алланың шариғатынан маңыздырақ сияқты. Осының бәрінен кейін мен мұндай ғалымдарға, сәләфитпіз дейтіндерге қалай сенетіндігін және олардың ұстануларын мүлдем түсінбеймін. Олар көздерін жұмып шындықты айтудан қорқатындықтан олардың шатпағына қалай сенуге болады. Олар қазіргі заманның ұлы ғалымдар емес, нағыз алдамшы 200-ді дүмші ғалымсымақтар екені белгілі болды. Желтоқсан айының басында Инстаграмда DJ Khaled деген лақап бар адамның Сауд Арабиясына келген және оның кімдермен кездескені туралы видеолар пайда бола бастады. Бұл адам Сауд Арабиясының астанасы Рият қаласына үлкен жеке бойнекпен ұшып келді. Бұл бойнекті оның артынан жіберген еді саудиялықтар. Ол Америка мен Европада өте танымал DJ және әнші. Оны кез келген президенттен кем емес, барлық құрметпен қарсы алды. Ол Рияттың ашық аспан астында үлкен концерт берді. Егер мен қателеспесем, ол Жиддада да өнер көрсетті. Қала мұсылмандар шайтанның қызметшісін тыңдап қол шапалақтау үшін жиналды. Барлық салафит ғалымдар музыканы харам деп санайды және тыңдауға тыйым салады. Өйткені олар бүкіл музыкалық аспаптарды шайтанның аспаптарына жатқызады. Бірақ қандай да бір себептермен бұл ғалымдардың бәрі үнсіз қалды осы жолы. Ешкім бұл әншінің өз астанасының басты алаңында өнер көрсетуіне қарсы болған жоқ. Ол келгенге дейін оның келуіне орай үлкен жарнама компаниясы ұйымдастырылды. Барлығы хабардар болды. Бірақ бәрі үнсіз қалды. Оны барлық жерде сәләфит барабанның және үрмелі аспаптардың үнімен қарсы алды. Мұның бәрі теледидардан көрсетілді, газеттерге жазылды, тағы да үнсіздік. Олар оны президент ретінде барлық құрметпен қарсы алып жүрді, бар жерде. Ел жастары онымен бірге пайғамбарды көргенде қуанышпен суретке түсті. Енді салафитпіз дейтіндерге сұрақ туындайды. Салафизмдерің қайда бара жатыр? Бұл жоғарыда айтылған салафизмнің тамырына тағы бір соққы болып табылады. Мен тағы да қайталап айтамын. Мен ешқашан Алланың дінін дұрыс түсінетін сауатты ваххабит салафитті ешқашан да көрген емеспін. Бірде бір сауатты салафит жоқ. Тек шайтанның артынан адасқан сектанттар ғана бар. Салафитсіз беріп жүрген. Не істеу керек деген сұрақ туады. Жауабын берейін. Дүмші ғалымдарымыздың былшылын қалдырыңыз. Және тек Аллахтың шариғатына бастапқы көзі, орысша айтқанда первоисточниктары Құранға еріңіз. Сондай-ақ Құранға қайшы келмейтін сүннеттің бір бөлігіне де еріңіз. Сонда ғана сіз нағыз мұсылман боласыз. Құран мен сүннет тұрған кезде сізге адамдардың шатпырағы не үшін қажет? Шайтанның Құранды ұстазсыз үйренуге болмайды деген былшылын тыңдамаңыз. Салафиттар Ибн Касирді жақсы көреді және құрметтейді, үлкен ғалым деп. Міне Ибн Касирдің Құранды аударған орысша айтқанда толкованиясы. Біз Құранды еске алу үшін жеңілдеттік. Яғни біз Құранды оқуды және оны еске алғысы келетіндерге барлығына түсінуді жеңілдеттік дейді. 17-ші сүренің 55-ші аяты. Міне оның тағы 2 аятты аударған толкованиясы. Бұл біз саған жіберген оның аяттары туралы ой жүгіртіп ақыл ой бар адамдарға қара сөзді еске түсіру үшін жіберген берекелі жазба дейді. 38-ші сүренің 29-ші аятында. Сондай-ақ мына аятта біз оны жеңілдеткенбіз сенің тіліңде дейді. Құранда айтады, жеңілдеткенбіз дейді. 19-ші сүренің 97-ші аятында. Алланың өзі Құранды өз бетімен оқуды бұйырады адамдарға. Ал сектанттар шайтанның азғырымен Құранды оқудың орнына дүмші ғалымдардың шатпырағымен былшылын жақсы көреді. Кімнің ақыл есі бар, иншаллах, менің шақыруымды қабылдайды деп үміттенемін.
Сектанттар үшін түсіндіремін. Мен сізге маған еруге шақырмаймын. Мен сізді маған еруге шақырмаймын. Керісінше, тек Құран мен сүннетті ұстануға шақырамын. Осыны оқып қойыңыздар. Барлық сансыз және шексіз, шетсіз мақтаулар тек жалғыз Аллах тағалаға тиесілі.